Бүгін міне 31-і 7-ші ай. Мына гүлдерді еккен. Ол қанша ақша бөлінді. Мысалы, қалай еккен мекеме енді мына арасында арам шөп толып тұр. Неге осының арам шөптерін неге жұлмасқа? Қанша ақша бөлінді осыларға мысалы. Соны ең болмаса еңбегін атқару керек қой. Алған ақша етіміз қаптаған шөп. Мыналар неге алмайды? Мына памятниктің арты міне жатыр. Міне. Мынау деген не зат? Мынау. Анау жанар ұсто. Кәсіпкерлер неге айналасын таза ұстамайды? Ана вагончик келіп қойған жанардың алдына. Мынау деген ұят емес пе? Қарап отырсам. Мына кәсіпкерлердің ісі мынау. Кәсіпкеріміз дейді. Мынау не зат тұрған? Қарап тұрсам. Мыналарды мынау сөлпақтың арты мынау. Мынау өртенеді. Мына неге тазаламасқа? Мынау жалған қаңылтыр мында жатыр. Мына шөптер. Неге бір кәсіпкерге осыны айтпасқа? Мынаны тазалатып, темірді алып деген сияқты. Осы жерде кәсіпкер өзі емденіп отыр ғой. Енді осы жерде бір гүлдендіріп ұстаса, талдарын егіп. Мынау шашылып жатыр. Мына тоқ ашық тесік. Мынау кәсіпкердің неге кәсіпкерге мына шөптерін шаптыртпайсыздар мына кәсіпкерге, алба жұлба міне. Мыналар неге істетпейсіңдер? Міне. Көше бейт. Мына қара. Бұлардың бәрі бір. Неге істетпеске осының бәрі кәсіпкерге? Бұл жерге салынған, міне ана салынбаған. Енді ғана кәсіпкердің есіне тіреліп қалған дейді. Халық жүреді осы жермен. Жаға жаймен. Мынау жатқан, мынау. Неге мына кәсіпкер алмайды мыналарды? Мына шөптерді шауып, нөрі салбыраған тоқтар, нағылған заттар салбырап тұрған. Қашан ел боламыз? Не алған тастар жинап қойған. Мынау не зат? Қарасын. Мына жер енді ремонт дейді. Мына бачит мысалға. Кәсіпкердің алдын неге дұрыстамасқа мына алдарын?